Сабақтың ішкі құрылысын ағаш діңінің көлденең кесіндісінен көреміз. Ішкі құрылысы 4 қабаттан тұрады. Қабық, камби, сүрек және өзек. Қабық сабақтың ең сыртқы қабаты. Қабық өң, тоз және тің қабаттарынан тұрады. Өң түссіз жас сабақтардың сыртын қаптайды. Үлкен ағаштардағы өң түлеп түсіп, орнын тоз алмастырады. Тоз қалың болса да, ішкі жасушалардың тыныс алуына оттегін өткізеді. Тоздың ішкі жағында қабыққа беріктік және өткізгіштік қасиет беретін тің қабаты орналасқан. Тің қабатында органикалық заттарды жоғарыдан төменге қарай өткізетін сүзгілі түтіктер бар. Камби қабықтан кейінгі орналасатын қабат. Жас бұтақтың қабығын сылып тастаса, камби жасушаларының қабықшасы жыртылады. Қабықшасы жыртылған жасуша ішіндегі цитоплазма мен шырыны ағып кетеді. Сылынған жерді саусақпен сипаса, шырышты дымқыл байқалады. Камбидің барлық жасушалары бөлінуге қабілетті. Камби жасушалары қыста бөлінбейді, көктем шығысымен қарқынды бөліне бастайды. Камбиден жылдық қабаттар түзіледі. Жылдық қабаттар саны арқылы ағаштардың жасына ажыратуға болады. Келесі қабат сүрек. Сүрек сабақтың едәуір бөлігін алып жататын камбиден кейін орналасқан қабат. Жасушаларының пішіні мен мөлшері біркелкі емес, ұзын жіңішке жасушалары қосылып, түтікше құрайды. Түтікшенің айналысын беріктік қасиет беретін қалың қабықшалы сүрек талшықтары қоршайды. Ең соңғы қабат өзек. Сабақтың орталық бөлімі. Жас өркенде жасушалары тірі болғандықтан органикалық заттар қорға жинақталады.